Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қызыл мақпал тортының пирожныйларын пісіретін боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз мен үшін маңызды. Комментария бөліміне пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал ендеше бірге жасайық. Алдымен сары майымызды, оның үстіне қантымызды салып, екеуін бір келкі болғанынша жақсылап миксерлеп аламыз. Негізінен сары майымыз бөлме температурасында болуы керек. Менде бұл жерде бөлме температурасында болмағандықтан миксерленуі кішкене қиын болып тұр. Міне осындай күйге енгеннен кейін миксерімізді өшіріп, жұмыртқамызды бір-бірден салатын боламыз. Дәл осылай 3 жұмыртқамызды да салып аламыз. Міне дәл осылай екінші жұмыртқамызды да салып, қайта миксерлейміз. Достар, менде 3-ші жұмыртқаны салып болғаннан кейін, миксерлеп болғаннан кейін, дәл осы кезде сұйық май құйған кадр түспей қалыпты. Сондықтан осыдан кейін, дәл осылай болғаннан кейін, сұйық майымызды құйып, қайта бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Менде ол кадр түспей қалған. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Какао, ұн, разлихтель және содамызды салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бұны бөлек қоямыз да, екінші ыдысымызға айранымызды құямыз. Айранымыздың үстіне 1 шайны ложка қызыл красителімізді құятын боламыз. Міне осылай консистенцияға болғаннан соң барлық бөлікті құрғақ ингредиенттерімізді де, сұйық қызыл айранымызды да 3 бөлікке бөліп, екеуін бірдей дәл осылай құйып миксерлеп алатын боламыз. Міне бізде бірінші бөлікті құйып болдық, дәл осылай екінші бөлікті құрғақ ингредиенттер және де краскалы айрандарымызды құямыз да, қайта бір келкі болғанынша миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай масса шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қоюлығы осылай болады. Ал ендеше 180 градуста қызып тұрған пеште 2 бөліп 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Менде осындай үлкен көлемді тапан лист осындай. Егер де сіздер торт қып жасайым десеңіздер де болады. Ал бізде пирожныйларда осылай 4 бұрышты ыдысқа салып, осылай жайғастырып аламыз. Енді қызып тұрған пешке салатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде пісіп шықты. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Енді кремін жасауға кірісеміз. Сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырымыздың үстіне қант ұнтағын салып, екеуін бір келкі болғанша дәл видеода көрсетілгендей миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай масса болған кезде кілегейімізді құятын боламыз. Кілегейіміз міндетті түрде салқын және 35-33% болуы тиіс. Кілегеймен жұмыс істеген кезде өте қатты жылдамдыққа қойып араластырған дұрыс, себебі көп араластыратын болсақ, біздің кілегейіміз іріп кетуі мүмкін. Міне осындай крем шықты, өзінің формасын дайындайды. Енді құрастыруға кірісеміз. 2 кожымызды да 1 сағат шамасында суытқаннан соң осылай кремдерімізді жағып алатын боламыз. Міне осылай кремдерімізді жағып болған соң екінші козымызды қойып, негізінен 2 сағатқа холодильникке қоюымыз қажет. Алайда менің балдарым шыдай алмай осыны піскен күтіп отқан соң мен осылай бетін өзімнің қалауымша безеп жағып қоя салдым. Безеу де өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қызыл мақпал
деп аталатын пирожныйларымыз дайын. Жіберулеріңізге болады, ас болсын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Менде алда көптеген пайдалы рецепттер болады. Кездескенше, ал ас болсын.